Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ және де өте дәмді болып шығатын печеньенің рецептін ұсынамын. Құрамы өте қолжетімді заттардан жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымызға шекер саламыз және де шай қасықты қатты толтырмай қамыр қопсытқыш саламыз. Жақсылап осы құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Содан соң оның үстіне салқын сармай саламыз. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Сармай салғаннан соң қолымызбен крошка жасаймыз, яғни ұн мен сармайды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Жақсы араласқаннан соң бір жұмыртқамызды саламыз. Мендегі жұмыртқа көлемі үлкен болғаннан соң бір данасын қолданып жатырмын. Егер кішкентай жұмыртқа болса, 2 данасын қолдануға кеңес беремін. Осы қоспалардан артық ештеме қоспаймыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз осылай жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы болуы қажет. Дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң осы видеодағыдай бірнеше бөлікке бөлеміз. Келесі кезекте осы бөлінген қамырымыздан печеньенің формасын шығарамыз. Шамалы үстін басып, пышақтың көмегімен жан-жақтарын кесіп шығып, жұлдызша көлемде печеньенің формасын жасап аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қазір бірнеше түрін жасап көрсететін боламын. Печеньені жасап болғаннан соң міндетті түрде печкамыздың формасына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Сол кезде асты жабыспай, күймей әдемі болып пісіп шығады. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, және де осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Содан соң өзіңізге ыңғайлы осындай формамен печеньенің бетінен бастырып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған печкіде 180 градуста 15-20 минут аралығында пісіреміз. Піскеннен соң өзіңіз қалаған ортасына жем құйсаңыздар болады. Осы видеодағыдай қаламасаңыздар ештеме салмай өзіне жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Осымен біздің печеньеміз дайын, өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған әсел. Баршаларыңызға рахмет достар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.